Саламатсыздар ма балалар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен ана тілі 1 сынып 40 сабақ. Сабақтың тақырыбы бізде мәтін. Балалар, бүгін барлық тапсырмаларды орындаймыз. Мұқият қарап отырыңыздар. Ендеше мәтін. Бірінші жаттығу. Оқы, мәтін бөліктерін орнына қой. Оқығанның көзі ашық. Ешкімнен көрген жоқпын. Кітаптан оқыдым. Оқыған адамның көзі ашық деген осы. Жанна оқығанның көзі ашық деген мақалды оқыды. Бұл не деген сөз? Деп сұрады. Оқыған адам көп біледі. Көзің ашық болса болатыны содан, дедім мен. Бірде Жанна қолына сия жұқтырып алды. Мен оған қолыңды сула дедім. Сіріңке шырпысын күрткімен сияны ысқыладым. Содан кейін қолы тап-таза болды. Мұны кімнен көрдің? Әке, деп сұрады Жанна. Сафуан Шаймерденов. Оқығанның көзі ашық. Бірде Жанна қолына сия жұқтырып алды. Мен оған қолыңды сула дедім. Сіріңке шырпысын күрткімен сияны ысқыладым. Содан кейін қолын тап-таза болды. Мұны кімнен көрдің? Әке, деп сұрады Жанна. Ешкімнен көрген жоқпын. Кітаптан оқыдым. Оқыған адамның көзі ашық деген осы. Жанна оқығанның көзі ашық деген мақалды оқыды. Бұл не деген сөз? Деп сұрады. Оқыған адам көп біледі. Көзінің ашық болатыны содан, дедім мен. Мәтін неше бөліктен тұрады? Мәтіннің мазмұнын айт. Ертегі, жұмбақ, мақал, әңгіме, өлең бәрі мәтінге жатады. 3 бөліктен тұрады. Ал балалар, келесі екінші жаттығу көркем жаз. Өнер, білім бәрі де оқу менен табылған. 3-ші жаттығу тиісті әріптерді қойып, дөңгелек ішінде жасырынған сөзді тап делінген. 1-ші дөңгелекшеден мектеп деген сөз шығады. 2-ші дөңгелекшеде дәптер деген сөз шығады. 3-ші дөңгелекшеде мұғалім деген сөз шығады. Балалар, каналға тіркеліп, лайк басып, подписка кнопкасын басып қойыңыздар балалар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар балалар.